Ана тілін ұмытқан қазақ тамырынан айырылған ағаш секілді. Біз бабамыздың қаны тамған жердің иесіміз дейміз. Бірақ бабамыз сөйлеген тілді елемей, өзге тілдің алдында бүгіліп қодық санаға түсіп бара жатқан жоқпыз ба? Қазақ тілі жай ғана қатынас құралы емес. Ол біздің болмысымыз, тарихымыз, намысымыз. Тіл өлсе, ұлт та өледі. Қазір көшеде, кафеде, дүкенде жүрсең, қазақтың өз баласы қазақша сөйлеуге намыстанып, орысша сайрап тұрғанын көресің. Бұл ұят, бұл қайғы. Бізге қалған мұра жер мен тіл. Жерді қорғап жатырмыз дейміз. Ал тіл ше? Тілді қорғамасаң жердің де құны қалмайды. Тілсіз ұлт, тарихсыз ел. Осы қоғамдағы ең үлкен трагедия қазақтың өз тілін өзі менсінбеуі. Тілімізді менсінбеген әрбір сөз ата-бабаның сүйегіне таңба. Бүгінгі жастардың көбі казахский язык нужен только для формальности деп ойлайды. Алла сақтасын. Бұл құлдықтың белгісі. Өз тілін өгейсінген адам өз ұлтын сатуға да дайын. Біз қазір сондай қауіпті шекке келдік. Астана мен Алматыдағы кейбір мектептерде қазақтың баласы қазақ тілін екінші сорт деп қабылдайды. Ана тілін ұмытқан ұрпақ кімге керек? Ертең ол ұрпақ елін де ұмытады, жерін де сатады. Тіл намыс. Намысы жоқ ел ешқашан биікке шықпайды. Біз кезінде бүкіл империяға қарсы шыққан жерін қорғаған, жанын қиған халықпыз. Сонда сол батырлар кім үшін жанын берді? Біз бүгін ұрпақ болып тілімізді қорғылу үшін бе? Біз ұялмай орысша сөйледік, ағылшынша сөйледік. Бірақ қазақша сөйлеуді ар санадық. Бұдан асқан масқара жоқ. Қазақ тілін қорғаған, қазақтың өзін қорғағанмен тең. Саған бір мысал айтайын. Өзге елдерде кішкентай халықтар бар, бірақ тілін берік ұстайды. Жапондар ағылшын тілін біледі, бірақ ең әуелі жапонша сөйлейді. Түріктер де ағылшын тілін біледі, бірақ түрік тілін бірінші орынға қояды. Ал біз ше? Біз өз тілімізді шетке ысырып қойып, өзгеге жалтақтаймыз. Бұл қорлық. Құдай бізге жерді де, тілді де аманат қылды. Егер біз тілден айырылсақ, ертең аманатқа қиянат жасаймыз. Ал аманатқа қиянат жасаған халықтың болашағы болмайды. Қазір көп ата-ана баласын орыс мектебіне береді. Неге? Болашағы бар дейді. Әй, сорлы қазақ-ай, сенің балаңның болашағы орыс тілінде емес, қазақшада. Тіліңді жоғалтсаң, болашақ дегенің бос қиял. Балаң қазақша білмесе, ұлтын сүймейді. Ұлтын сүймеген балаң ертең сенің артыңнан дұға да қылмайды. Ана тілінде сөйлей алмаған бала жетім бала, өйткені ол өз ұлтына жат болып кетеді. Қазақ тілі біздің ар-намысымыздың айнасы. Біз осы айнаға қараудан қалдық. Теледидарды қоссаң, қазақша сөйлеген жүргізушінің тілі шұбар, арасына орысша сөз қосып отырады. Әнші, блогер, саясаткер бәрі де тілдің қадірін түсінбейді. Қайта қазақ тілін таза ұстап жүрген қарапайым ауылдағы қазақтар. Сонда қалада жүрген жастар қайда қарап жүр? Қаланың баласы қазақша сөйлемей, ауылдың шал кемпірі қазақша сөйлегені дұрыс па? Біз бұған намыстануымыз керек. Тіл ұлтты біріктіретін күш. Біз қазір жерге, руға, қала мен ауылға бөлінеміз. Неге? Өйткені бізді біріктіретін бір ғана нәрсені ұмыттық. Ол қазақ тілі. Қазақ тілін бірінші орынға қойсақ, біз біргеміз. Қазақша сөйлеген қазақ ешқашан бөтен болмайды. Бірақ қазақша сөйлемеген қазақ жат адам сияқты. Сол үшін де біз міндетті түрде тілімізді бірінші орынға қоюымыз керек. Ойланшы бауырым, сенің балаң ертең сенің тіліңді сөйлемесе, сенің атаңның дұғасын білмесе, сенің бабаңның жырын ұқпаса, сенің ұрпағың кім болады сонда? Ол сенің балаң емес, ол мәңгүрт. Мәңгүрттік тілден басталады. Тілінен айырылған мәңгүрт. Мәңгүрт намыссыз. Ал намыссыз халық құрып кетеді. Сондықтан бүгін әр қазаққа айтарым, сен қай қалада тұрсаң да, қай жерде жұмыс істесең де, міндетті түрде қазақша сөйле. Қазақша сөйлеу патриотизм емес, бұл парыз. Сен қазақсың ба, онда қазақша сөйле. Қазақша сөйлемесең, сен қазақ емессің. Тек паспортыңда жазылған аты жөнің ғана қазақ, бірақ жаның бөтен. Біз бұған жол бермеуіміз керек. Тіл үшін күрес, намыс үшін күрес. Біз 30 жылда тілімізді көтереміз деп келеміз. Бірақ әлі күнге дейін шұбарлап, өзіміз қорлап отырмыз. Бұл масқара. Енді осы масқараға нүкте қоюымыз керек. Біз әр жерде, әр уақытта қазақ тілін бірінші қояйық. Сен дүкенге кірдің бе, қазақша сөйле. Автобуста отырсың ба, қазақша сөйле. Қаладасың ба, ауылдасың ба, бәрібір қазақша сөйле. Өйткені сенің тілің, сенің болашағың.
Сенің тілің, сенің ұрпағың, сенің тілің, сенің намысың. Қазақтың ұлы ақыны Абай айтқан, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Бірақ біз құрметтеудің орнына өз тілімізді өгейсіндік. Біз бабамыздың тіліне немқұрайлы қарадық. Қайран бабаларымыз, тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады деп бекер айтқан жоқ. Тіл қару. Бұл қаруды біз қолданбай қазір қолымыздан түсіріп алдық. Махамбет бабамыздың қара қазан сары бала қамы үшін дегені бар. Сол қара қазан мен сары баланың қамын жеп жүрген қазақ бүгін баласын орысша оқытса, онда ол Махамбеттің рухына сатқындық жасағаны. Қобыланды, Бөгенбай, Қабанбай аталарымыз найзаны қолына алып, тілін сақтап қалу үшін қанын төкті. Біз болсақ тілімізді өз қолымызбен құртып жатырмыз. Бұдан асқан қорлық бар ма? Бабаларымыз өз тілің өлмеуіңнің кепілі деген. Егер сен тіліңді өлтірсең, сенің де өлгенің, сенің ұрпағыңның да өлгені. Өйткені тілсіз ұлт тұл. Қазір көп қазақ қазақша сөйлеуге ұяламын дейді. Ұялатындай нең бар ей? Ұялу емес, керісінше мақтануың керек. Өзге елге барсаң, әр ұлт өз тілінде сөйлеп жүр. Поляк полякша, венгр венгрше, түрік түрікше. Біз ғана бөтеннің алдында өз тілімізді жасып жалтақтап жүрміз. Бұл намыссыздық. Бабаларымыз ердің құны 100 жылқы, ары 1000 жылқы деген. Ал ардың ішінде ең үлкені тіл. Тілін жоғалтқан, арын жоғалтқан. Қазақ тілі ата-бабаның аманаты. Аманатқа қиянат жасау қазаққа жараспайды. Аманатқа қиянат, абыройға сатқындық дейді дана сөз. Біз осы абыройды күнде сатып жатырмыз. Әр қазақ орысша сөйлеген сайын бір аманатқа қиянат жасалды деген сөз. Сен ойланшы бауырым. Абылай хан, Кенесары хан орысша сөйлеп, орысша ойлады ма? Жоқ. Олар қазақтың тілінде сөйлеп, қазақтың жерін қорғады. Ендеше бізге не болды? Біз неге орысша сөйлеп, өз тілімізден жеріп жүрміз? Бұл құлдық сананың көрінісі. Өзге елде сұлтан болғанша өз еліңде отан бол деген атам қазақ. Біз не істеп жүрміз? Өз елімізде жүріп, өз тілімізде сөйлей алмай, өзгенің құлы болып барамыз. Біздің ата-бабамыз тіл үшін қылыш шапты, найза ұстады, жанын берді. Біз тек сөйлесек болды. Бізден батырлық сұрап тұрған ешкім жоқ. Бізден қан сұрап тұрған ешкім жоқ. Бізден жан беруді сұрап тұрған ешкім жоқ. Жеті атасын білмеген жетесіз дейді. Сол жеті атаң қазақ болып өткен. Ал сен солардың тіліне опасыздық жасасаң, сен де жетесізсің. Өйткені сен бабаңды ұмыттың. Бабасын ұмытқан адамның қандай ұрпақ шығады? Ойлан бауырым. Қазақ тілін көтеру әрқайсымыздың парызымыз. Бұл парыздан қашқан қазақ өзінің тамырынан қашқан адам. Тамырынан айырылған ағаш қалай қураса, тілінен айырылған қазақ та дәл солай қурайды. Сондықтан бүгіннен бастап әр қазақтың жүрегінде бір ғана ұран болуы керек. Мен қазақпын. Қазақ болған соң қазақша сөйлеймін. Қазақ болған соң тілімді қорғамай қоймаймын. Сөз соңында айтарым. Егер сен қазақ тілін сүйсең, осы видеоның астына міндетті түрде лайк бас. Пікір жаз, арнаға тіркел. Және видеоның сілтемесін жақындарыңа жіберіп қоюды да ұмытпа.